Қатты заттың сұйық күйге айналу процесін балқу деп атайды. Мысалы, мына мұздың суға айналуы, балмұздақтың сұйық балмұздаққа айналуы – бұл балқу процесі. Керісінше, сұйық заттың қатты затқа айналуы қатаю немесе кристалдану деп атайды. Мысалы, судың мұзға айналуы, сұйық металл балқып тұрған, одан қатты металл, яғни қатты күйге айналуы, сұйықтың қатты айналуы. Қатты заттың балқу температурасы деп заттың балқыған кездегі тұрақты температураны айтады. Ал керісінше қатаю температурасы бұл сұйық күйден қатты күйге тұрақты температура болатын температураны айтады. Балқу температурасы ол қатаю температурасына тең. Яғни бір температурада қатаяды, бір температурада балқиды. Мысалға, мұзды алайық. Мұздың балқу температурасы 0 градус. Егер жылуды біз беретін болсақ, мұз 0 градуста түгел суға айналады. Керісінше, жылуды алатын болсақ, су 0 градуста түгел мұзға айналады. Осы балқуға қажет немесе қатаюға қажет жылу мөлшерін табу үшін Q = λ/m формуласын қолданамыз. Мұндағы лямбда дейміз меншікті балқу жылуы. Меншікті балқу жылуы. Өлшем бірлігі джоуль бөлінген килограмм. Q ол бізде жылу мөлшері. Яғни қатаюға немесе балқуға қажет жылу мөлшері. М ол масса килограммен. Меншікті балқу жылуы ол бізде 1 килограмм балқитын затқа балқыту үшін қажет жылу мөлшеріне тең. Яғни масса 1 килограмм болса, мысалы мұзды алайық, оны толық балқытуға немесе қатаюға қажет жылу мөлшеріне тең шаманы айтады. Бұның барлығын біз кестеден аламыз. Яғни қатты дене тұрақты температура балқиды. Ол түгел сұйыққа айналғанша температура өзгермейді. Және керісінше, сұйық дене қатаю температурасына түгел қатты денеге айналғанша қатаяды. Температура өзгермейді. Түгел қатып болғаннан кейін ғана температура өзгере бастайды. Мына сурет қарастырайық. Бізде мұз берілген. Мынау мұз. Мұздың температурасы -20 градус Цельсиямен. Біз жылу береміз. Жылу бергенде температура жоғарылайды. Мына жерде 0 градус. 0-ге дейін жоғарылайды. Мұз 0 градуста жылу бере берсек, ол осы градуста ери бастайды. Еріп жатыр. Уақыт кетіп жатқан минутпен. БЦ-да еріді. Ол түгел суға айналғанша БЦ аралығында, 0 градуста. 0 градус болып тұра береді. Яғни суретке қараңыздар, мұнда мұз бар, су бар. Түгел суға айналғанша тұра береді. Сосын түгел суға айналды, міне су, 0 градуста су, 0 градуста мұнда ол. Судан кейін ғана ол су қызи бастайды. Міне температура өсіп жатыр. Бізде температура мұнда 40 градус. Яғни 40 градуста су пайда болды. Керісінше, суды салқындата бастадық. Температура түсіп жатыр. Түсет, 0-ге дейін түсет. 0-ге дейін. Ол су болып тұрады. 0-ден бастап су қата бастайды. ЕФ аралығында су мен мұз араласып болады. Мұз, су. Қата бастайды. Кейін, мына F нүктесіне келгенде түгел мұзға айналады. Мына бізде мұз, түгел. Сосын ол жайлап салқын мұз, суый бастайды мұз. Сонда ол бізде -20 градусқа қайтып келді. Яғни жоғары көтерілгенде бізде қызиды. АБ аралығы, СД аралығы, ол қыздыру. БЦ ол бізде балқу. ДЕ, ФК салқындату, суыту, яғни салқындату. ЕФ
қатаю немесе кристалдану аралықтары. Сонымен балқығанда немесе қатайғанда температура өзгермейді. Қыздырғанда жоғары өседі график, салқындатқанда төмен қарай барады.